Сәлем достар, бүгін сіздермен банан қосылған өте дәмді кекстардың рецептімен бөлісемін. Бізге керек сары май, ұн, қант, жұмыртқа, ванилин, қамыр қопыстықыш, банан. Жұмыртқа мен қантты 5-10 минут миксердейміз, ағарып, масса 2-3 есе ұлғайғанша. Ұн, ванилин, қамыр қопыстықышты илектен өткізіп миксердейміз. Бананды шанышқымен еземіз. Бананды қосып қасықпен араластырамыз. Капкейк формасын алып, кез келген формада бола береді. Жартысынан көп мөлшерде массамызды саламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минут пісіреміз. Міне біздің керемет ароматты банан қосылған кекстарымыз дайын болды. Өте дәмді, жұмсақ, видеода да байқалып тұрған сияқты. Қараңыздар, қандай мамықтай болып жұмсақ болып тұр. Енді бананның дәмі өте ерекше шығады және балалар сүйіп жейтін тәтті. Жасап көріңіздер, лайк, подписка ұмытпаңыздар. Көп рахмет.